Назарбаев зияткерлік оқушылар Атырау қаласы драма театрында көлеңке театры қоймақпыз. Міне қазір осы дайындық жүріп жатыр. Көріп отырғандарыңыздай балалар өзінің шеберлігін көрсетуде, шеберлігін танытуда, міне барлығы өте оперативно жұмыс жасау үстінде. Осы тәуелсіздіктің қалай келген өзіміздің көлеңке театрымызда көрсете алдық деп сенеміз. Рахмет, сіздермен болған Атырау қалалық химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Все было отлично. Театр мне очень сильно понравился. Впервые вижу. Көлеңке театры өте жақсы өтті. Жоғары деңгейде бұрынғы ғасырдағы өткен тарихымызға үңілгені көзімізге жас алдыртты, айта кетсек. Керемет әсер алдық. Осындай патриотизм нотада болғандықтан біз өзіміз тамаша әсер енді мынау деген. Бұрын соңды болмаған. Көп рахмет көлеңке театрына. Шынын айту керек, бұл өте креативті және барша тарихты қозғай алған, қамти алған көлеңкелік театр болды. Өте қатты көңілімнен шықты. Жасыраты жоқ, көзіме жас келді. Өте қатты толқыдым. Керемет, біздің қаламыздағы ең үздік номерлердің бірі болды деп айта аламын. Бүгінгі көрсеткен тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған көрініс өте тамаша шықты. Ең соңында өздеріңіз көрдіңіздер, халық тіпті тұрып кетті орындарынан. Осының өзі мектеп оқушыларының қандай деңгейде өнер көрсеткенінің дәлелі деп мен өзім есептеймін. Зияткерлік мектеп оқушылары тек қана мектеп оқушыларының арасында емес, сонымен қатар мынау жоғары оқу орнының, колледждің студенттерінің де өнерлерінен өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Бұл мектептің ұжымы, мектептің педагогтары, мектептің жағдайы тек қана білім алу емес, сонымен қатар қоғамдық өмірге араласу, өнер тану, мәдениетпен шұғылдану сияқты жұмыстармен де айналысатыны көрініп тұрды. Мектептің ашылғанына аз уақыт болса да, оқушылар өздерінің өнерімен, білімімен, жалпы қоғамдық болып жатырған шаралардағы орындарымен мектептің қандай деңгейде екен және қандай деңгейде білім тәрбие беріп жатырғанын көрсетіп үлгерді деп өзім есептеймін.